Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мамамның, яғни енемнің рецептісі бойынша көк помидорды қысқа тұздау жолымен бөлісетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, осы әдіспен сіздер де тұздап көріңіздер. Ол үшін бізге кез келген осындай піспеген көк помидорлар қажет болады. Осы помидорларымызды жақсылап сумен жуып тазалап аламыз. Міне біз 1-2 қайтара жуып, енді осыны видеода көрсетілгендей 2 бөлікке бөлеміз да, қарайған шеттерін алып, жіңішкелеп тураймыз. Және де осындай эмальді шұңғыл үлкен астау болсын, кастрюль болсын, ыдысқа саламыз. Барлық помидорларымызды осылай турап шыққаннан кейін, бізде ана астауға симай қалғандықтан үлкенірек ыдысқа салып, тұзын аямай саласыздар. Және де тұзы 1 келкі араласқанша жақсылап араластырасыздар. Көк помидорды осындай салқын уақытта тұздаған дұрыс. Помидорларымызды 1 келкі араластырғаннан кейін қайтадан шұңғыл эмальді астауымызға салып аламыз. Және де бетін жауып 1 түнге қалдырамыз. Алюминий ыдыста қалдыруға болмайды, міндетті түрде осындай эмальді ыдыс болуы қажет. Міне 1 түн уақыт өтті, өздеріңіз байқасаңыздар, кәдімгідей біздің помидорларымыздың көлемі ұлғайып түсті, және де осындай су бөлінеді. Бұл суды бөлек құйып, төгіп тастауға болады, оның қажеттілігі жоқ бізге. Және де осындай ашты бұрыш, хреннің тамырларын және де сарымсақтарымызды жуып тазалап дайындап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Мама жылда жасағандықтан мөлшерін таразыға өлшемей-ақ көз мөлшерімен жасайды, бірақ сіздерге видео астына жобалап рецептісін қалдыратын боламын. Барлығын ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін көк помидорымыздың үстінен саламыз. Және де балғын, яғни свежий укроптарымызды да майдалап, турап дайындап аламыз да, үстінен салып қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. 1 келкі, аштыларымыз 1 келкі араласқанша жақсылап араластырамыз. Өте тәбет ашарлық керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Бұл көк помидордың қандай керемет дәмді екенін жеп көрген адамдар біледі. Міне барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып тағы да 1 түнге қалдырамыз. Міне 1 түнге қалғаннан кейін өзіңіздер байқасаңыздар, кәдімгідей біздің помидорларымыз түсіп, орталанды, және де осындай көп мөлшерде су бөлінетін болады. Енді осыларды жуып тазаланған банкілерге саламыз. Банкіні стерильдеудің қажеті жоқ. Немесе пластмас үлкен ыдыстарда да сақтауға болады. Ең бастысы біздің помидорларымыз өз суына батып тұруы қажет, әйтпесе бұлжырап, беттері көгеріп кетеді. Біздің мама осылай жылда осындай банкілерге сақтайды, осындай шиша. Барлығын жақсылап саламыз, және де қолымызбен нығыздап кішкене басып жібереміз. Міне басқан сайын суы көтеріліп, осылай өз суында батып тұруы қажет. Барлығын банкілерге салып алғаннан кейін үстінен суына батып тұру үшін осындай таяқшамен бастырып қоямыз. Менде бұл сушидің таяқшасы, суши жейтін таяқша, кез келген таяқша болады достар. Қараңыздар, осылай 1 бетіне салдық. Енді екінші таяқшаны соған көлденеңінен саламыз, яғни X түрінде болу керек таяқша, және де үстін пластмас крышкамен жауып қоямыз. Осы күйінде салқын жерде сақтайсыздар. Жалпы 1-3-4 күн өткеннен кейін жей беруге болады. Міне осымен біздің көк помидорларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып,
қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.